Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Осыдан бірнеше күн бұрын Ақ Жол партиясының мүшесі, мәжіліс депутаты Азамат Әбілдаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Ресей мен Украина арасында соғыста Ресей президентін қолдайтынын ашық айтқан болатын. Мен Ресейдің президентін қолдаймын. Осы спецоперацияны қолдаймын. Мен ойлаймын, осы жазға дейін Зеленскийді өзінің халқы ұстап сотқа береді. Сондай болады. Және Спутник газет сайтына берген сұхбатында Қазақстан Ресейсіз өмір сүре алмайды. Бізде 80%-ға дерлік орыс тілінде сөйлейді және Ресей мен Қазақстанның әдет ғұрып салт дәстүрлері ортақ деген пікір айтқан болатын. Осы мәлімдеме бойынша Ақ Жол партиясының төрағасы Азат Перуашевтің төрағалығымен өткен ұлттық кеңес пленумында Азамат Әбілдаевты Ақ Жол партиясына шығару және депутаттық мансабын тоқтату туралы орталық сайлау комиссиясына хат жолдаған болатын. Қызметтен кеткені көңілі толмаған экс-депутат Ресей телеарнасына сұхбат беріп, қазақ елін отансүйгіш ұлтшыл дегелі Ресей президентін қолдаған үшін қызметінен босатылдым деп боздап қоя берді. Да, я сказал, поддерживаю специальную военную операцию, которую проводит Россия, и поддерживаю президента Путина. И что произошло дальше? Өз қамышын, өз ұлтын өзгенің аяғына таптап беруге дайын, осындай намысыздардың кесірінен талай қазақ елінің ұлт көсемдері, ұлт зиялылары зардап шеккен болатын. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне дейді. Ері болып қазақ елінің қамын жемесе де, ит болып тойған жеріне әлі оралар. Қазақ елі аман болсын.